Қазақстанның таңдауы көп векторлы интеграция. Интеграцияның бет алысы және қайшылығы мен болашағы туралы Single Market бағдарламасында. Кез келген тіпті ең қолайсыз жағдайдың өзінен ілгері даму үшін пайдалы сабақ пен серпін алуға болады. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Павел Коктышев. Назарларыңызда Single Market бағдарламасы. Бүгінгі санымыздан көретіндеріңіз. Ойын ережелері. Еуразиялық одақтың бір жылдан кейінгі ахуалы. Нарық мектебі. Экспортқа жөнелтілетін тұз. Ал дәл қазір навигатор айдарында мұнай, шынайы ахуал мен болжамдар. Бүгінгі күні мұнай нарығында нағыз трагедия орын алған жайы бар. Иранның алдағы уақытта әлемдік нарыққа шығуы, көмірсутек өндірісінің көлемін төмендетуді қаламайтын ОПЕК картелінің ұстанымы және тақтатас мұнайын өндіру саласында жұмыс істейтін американдық компаниялардың шетінен тоқырауы бұл қойылымда драматургиялық серіппенің қызметін атқаруда. Ал 2016 жылға болжанған мұнай бағасының диапазоны кең. Барреліне 20 мен 40 доллар аралығында. Мүлдем шектен шыққан болжамдарды бар. Олар пут опциондардың барреліне 15 долларлық страйктармен өткізілуіне негізделеді. Мұндай ашық келісім шарттардың көлемі салыстырмалы түрде мардымсыз болғаны мен олардың мысалдары қазірдің өзінде бар. Ақпараттық сарын беріп отырған күмәншілердің аргументтері де жетерлік. Олардың ішінде шикізаттың шектен тыс өндірілуі, жанармайдың тұтынуын төмендетіп отырған қалыптан тыс жылы ауа райы, әлемдік қаржы нарықтарының турбуленттік ахуалы секілді факторлар бар. Аспан асты елінің тарихында алғаш рет тіркелген ең қысқа сатылым күнін мысалға келтірудің өзі жеткілікті. Осы жылы көмірсутек нарығына ықпал етуі мүмкін және бір фактор бар. Ол америкалық мұнайды экспорттауға салынған 40 жылдық тыйымның алынуы. Кейбір сарапшылар Латын Америкасының елдері таяу шығыс пен Африкадан тасымалдағаннан гөрі мұнайды ақштан алуды жөн көру мүмкін деседі. Бүгінде нарығы үшін ең ірі экспорттаушылар арасында нағыз күрес жүріп жатқан Еуропаның да осындай балама жеткізушісі пайда болу мүмкін. Ал мұнай оптимистерінің де өз дәлелдері бар, бірақ олар орта мерзімді сипатта ғана. Бұл дәлелдерге сүйенсек, мұнай секторына, атап айтқанда барлауға, өндіруге және жаңа технологияларға бағытталған әлемдік инвестициялар қысқарады. Қысқару сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңсіздікке, оның салдарынан қара алтынның бағасының өсуіне алып келуі мүмкін. Бағамдардың көтерілуінен үміт күттіретін және бір тенденция тақтатас мұнайының ахуалы. 2015 жылдың 4-ші тоқсанында американдық 9 бірдей компания банкроттық кезеңін бастады. Осы саладағы жұмыс орындарының саны 70 мыңға жуық азайды. Бұл көріністің ішінде экономикасының даму қарқынын баяулатқан Қытайдың да, америкалық доллардың да циклдық нығаюының да және үлкен геосаясаттың да өз орны бар. Бір сөзбен айтқанда бәрі қиыннан қиыстырылған сценарийдегі секілді. Ақтық мәресінен әлем ғаламдық түрленудің қарсаңында тұр деген белгінің лебі еседі. Бұл үдерістегі мұнайдың орны ең осал жер болмақ. Сіздермен бірге болған Александр Галеев. Single Market'те қайта жолыққанша. Obviously, there's great concern about the impact. Мұнай бағасының құлдырауы әрине айтарлықтай мазасыздық тудырары сөзсіз. Алайда сіздердің оптимистік күйінде қалуларыңызға бүкіл себептер бар. Ресурстарға бай өзге елдердің көпшілігімен салыстырғанда Қазақстанның жағдайы анағұрлым оңтайлы. Біріншіден, сіздерде қаржыны басқарудың тексерілген тәсілдері бар. Сауатты жүргізілетін салықтық және бюджеттік қаражаттық саясаттарыңыз бар. Әлемдік экономиканың бір бөлігі болуға және аймақтағы көшбасшылық орынды сақтап қалуға деген ұстаным бар. Бірқатар экономикалық және саяси реформалар басталады деп жарияланды. Осы реформалар Қазақстанды әрі тұрақты, әрі бәсекеге қабілетті мемлекетке айналдыру тиіс. Энергетика секторында да осындай бағдарды ұстануларыңыз қажет. Ақын Маяковскийдің сөзін өзгертіп айтар болсам, егер елдер біріксе, бұл әлдекімге қажет деген сөз. Өткен 2015 жыл әлемдік экономика тарихына жаңа интеграциялық бірлестік Еуразиялық экономикалық одақтың пайда болған жылы ретінде енді. Аталмыш одақтың аумағы бірте-бірте ұлғайып отырды. 1 қаңтарда ол Ресей, Белоруссия, Қазақстан секілді 3 мемлекетті біріктірсе, 2 қаңтарда олардың қатарына Армения, ал 12 тамызда Қырғызстан қосылды. Еуразиялық экономикалық одақтың 1 жылдан кейінгі ахуалы. Осы тақырыпқа мәскеулік тілшіміз Дана Нұржан материал әзірлеген болатын.
Біз уақытты таңдамаймыз, уақыт бізді таңдайды. Мен мұны Еуразиялық одақ елдері интеграциясының басталуы айтарлықтай күрделі, көп қатпарлы кезеңмен тұспа-тұс келгеніне қатысты айтып отырмын. Өйткені 2015 жылы жаңа одақтың да бүкіл әлемнің де экономикасына кері әсер еткен бірнеше оқиға болып өтті. Әлемдік шикізат нарықтарындағы бірінші кезекте көмірсутек нарығындағы бағаның үздіксіз ауытқулары, Ресейге қатысты санкциялар және оның жауап ретіндегі эмбаргосы, дамушы елдердегі шетелдік капиталдардың кері қайтуы, ұлттық валюталардың шетінен құнсыздануы. Әлем экономикасы шатырының астында бәрі астан-кестен өзгеріп, өтпелі кезең жағдайлары жаңа интеграциялық одақ үшін ауыр сынаққа айналды. Қиын болып көрінгенімен, бұл жағдайдың ұтымды жақтары да бар. Бірінші жылдың сыртқы экономикалық тұрғыдан қиын болғаны жақсы. Біз экономикалық одақтың тіршілікке қабілетті бірлестік екенін түсіндік. Өйткені ол күрделі экономикалық жағдайларда да өзінің қызметін тиімді атқара алады. Бұл бізге қосымша интеграциялық әсер береді. Бұл әсер интеграцияның арқасында экономикалық одақ елдерінің әлемдік және ұлттық экономикалардың құлдырау салдарын жұмсарта алғандығынан көрінді. Қалай дегенмен де өзара тауар айналымы соншалықты төмендеген жоқ. Салыстырар болсақ, одақ елдерінің өзге мемлекеттермен сауда көлемі 34%-ға төмендесе, өзара сауданың көрсеткіші 26%-ға түсті. Біздің 2014 жылғы өзара сауда саттығымызды 2014 жылғы доллар бағаммен алсақ 57 миллиардты құрайды. Ал саудамызды салыстырып отырған 2010 жылғы доллар бағаммен есептесек, тіпті 109 миллиард болып шығады. Сауда саттықтың кемігені рас, бірақ ресми көрсеткіштерде айтылып жүрген дәрежеде емес. Бір жыл ішінде интеграциялық институттарды қалыптастырудың жақсы нәтижелеріне қол жеткізілді. Аталмыш жүйенің алғашқы қарлығашы бірыңғай фармацевтикалық нарық. Нарық жұмысына кірісіп жатыр. Көлік қызметтері мен көмірсутектердің ортақ нарықтарының қандай сипатта болуы керектігі туралы түсіністік орнады. Ортақ электр энергиясы нарығын құру мәселесінде де ілгерілеу байқалады. Электр қуаты ортақ нарығының тұжырымдамасы қалыптастырылды. Бұл Еуразиялық одақтың жаңа мүшелері. Әсіресе Орасан энергетика бойынша зор экспорттық әлеуеті бар Қырғызстан мен керісінше электр қуатын импорттауға мәжбүр болып отырған Армения үшін өте маңызды. Сарапшылардың пікірінше, бірыңғай Еуразиялық отын энергетикалық кешенін құру бұл әлемдегі көшбасшылық орынға қарай ұмтылумен тең. Мұндай болжам нақты көрсеткіштерге сүйене отырып жасалды. Жиынтықтай келгенде, Еуразиялық одақ әлемдік өндірістегі 20,7% газы мен табиғи газ қоры бойынша әлемде бірінші орынды иеленді. 14,6% көрсеткішпен газды конденсатты қоса алғанда мұнай қоры бойынша да көш басында тұр. Электр энергиясын өндіру бойынша әлемде 9% көрсеткішпен үшінші орында болса, 6%-ға жуық көмір қоры бойынша 4-ші орынды иеленді. Айта кетсек, Еуразиялық одақтың ортақ электр энергетикалық нарығы 2019 жылдың 1-ші шілдесінен, ал газ, мұнай және мұнай өнімдерінің ортақ нарығы 2025 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жұмыс істейді. Өзінің шикізаттық және тауарлық нарықтарындағы белсенділігін нығайтумен қатар, Еуразиялық бестік одақтың еркін сауда аймағы аясындағы сыртқы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді жоспарлайды. Еуразиялық одақ дамиды. Алдағы уақытта жетекші интеграциялық бірлестіктердің біріне айналады. Келешекте оның қарымы кеңейіп, өзге елдермен өзара әрекеттесудің көптеген пішімдерін қамтитын болады. Биыл Еуразиялық одақта төрағалық ету міндеті Беларусиядан Қазақстанға көшеді. Интеграциялық әлеуеті артыру үшін республика қандай қадамдарға баруды көздейді және қандай ел Еуразиялық экономикалық одақтың негізгі серіктесіне айнала алады. Бұл сұрақтардың жауабын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылы Мәскеуде өткен мемлекет басшыларының кездесуінде атап көрсетті. Казахстан предпринят все усилия для дальнейшего динамичного развития нашего интеграционного объединения и за время своего председательства поработает активно с тем, чтобы нам Шанхайской организацией сотрудничества сделать свободную торговлю экономическую. И с Китайской Народной Республикой это расширит наши возможности, усилит Евразийский экономический союз. Нығайту, күшейту, кеңейту. 2016 жылы Еуразиялық одаққа төрағалық ететін ел басшысының аузынан шыққан түйінді сөздер. Ертеңгі күні интеграциялық бестігіміз бестікке лайық жұмыс істеу үшін бұл әрекеттерді бүгіннен бастап жүзеге асыруымыз қажет. Дана Нұржан, Тимур Алтынбаев, Мәскеу арнайы Сингл Маркет үшін.
В каждом регионе Казахстана. Міне бұл өз топырағымыздың тұзы деп айтуға болатын ресурстар Қазақстанның әрбір аймағынан кездеседі. Әңгіме белгілі табиғат жағдайлары мен нақты орындарда ғана көрініс табатын өнім туралы болмақ. Тілшіміз Олег Болдырев жердің тұзы қай мағынасында да экспорттық бағыттағы өнімге айналған өңірге сапарлап қайтты. Мына кәсіпорынның алғашқы тұз өндіру жұмыстары сонау 1913 жылдары басталған. Арал теңізінен шамамен 100 шақырым жерде орналасқан мына Жақсы Қылыш көлінде галит минералының бай кеніші анықталған. Бұл шөгінді тау жынысы кәдімгі ас тұзының шикізаты болып табылады. 1925 жылы табылған кен орнында тұз артелі құрылды. Осы сәттен тұз өндірісі өнеркәсіптік ауқымда жүзеге асырыла бастады. Бірте-бірте артель жыл сайын бүкіл кеңес одағына арнап 600 мың тоннаға жуық тұз өндіретін Арал тұз комбинатына айналды. Қазақстан тәуелсіз мемлекетке айналған кезде кәсіпорын жекешелендіру үдерісінен өтті. Бүгінде ол орталық Азиядағы ең ірі тұз жеткізуші Арал тұз зауыты ретінде көпшілікке танымал. Под моими ногами сейчас... Менің аяғымның астында қазір 300 мың тонна тұз жатыр. Бұл Арал тұз зауытының жылдық өндірістік нормасы. Мұндағы тұздың сапасының жоғарылығы соншалық Арал ауданының брендтерінің бірі болып саналады. Бүкіл өнім көлемінің шамамен 45% Ресейге, 10% Әзербайжанға, Грузияға, Өзбекстан мен Қырғызстанға жөнелтіліп отырады. Қалған 45% Қазақстан нарығына арналады. Зауыттың өндірістік қуаты отандық нарықтағы қажеттіліктің 70%-дан астам үлесін қамтиды. Арал кәсіпорнының өнімдер ассортименті айтарлықтай кең. Тұз, ас тұзын өндіреміз, техникалық тұз өндіреміз. Қазіргі мынау мал шаруашылығына да біз брикеттерген тұз өндіріп жатырмыз. Жалпы өндіріс жолға қойылған, техникалық жағынан дамыған, қазіргі заман талаптарына сәйкес үлкен мекеме болып табылады. Әңгіме оңтайландыру және жаңа өндіріс желісін енгізу туралы болып отыр. Испаниядан әкелінген мына қондырғының арқасында тұз қайнатудың заманауи технологиясын енгізудің сәті түсті. Арал акционерлік тұз өңдеу фабрикасында тұрмыз. Бұл цехта жалпы бұл цехтың жұмысы тұзды өңдеп, тазалап, жуып, йодтап, қалталап, қапқа салып, тұтынушыларға тарату жұмыстары. Қазіргі уақытта Арал тұз акционерлік қоғамының жұмысы қарқынды дамуда. Себебі тұзға өте сұраныс көп. Еуропалық тұз өндіру технологиясы және екі өнім түрін нөлдік деңгейде ұнтақталған тұз бен тубус тұз сауыттарын игеруге жағдай жасады. Соңғысы пакеттегі тұзды тұз сауытқа ауыстырып салуға уақыты жоқ тұтынушыларға арналған. Аталған өнімдердің қазірше үлесі аз, бүкіл сатылымдардың небәрі 3-4% ғана құрайды. Дегенмен жаңа өнімдерді жоғарғы қосымша құны бар тауарларға жатқызуға болады. Мысалы 1 килограммдық пакеттегі тұз бөлшек саудада орта есеппен 50 теңге тұратын болса, салмағы 250 граммдық тубустың бағасы 150 теңге. Нақты даму жоспары бар болса, мына кәсіпорынды әдеттегі тауар өндірісін тиімді бизнес жобаға айналдырудың үлгісі деп қарауға болады. Енді осы тұрғанда тағы бір цехтың құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жаңа өздеріңіз көрген шығарсыздар. Бұл цех 2016 жылдың мамыр айында іске қосылады деп жоспарлап отырмыз. Ол кезде ол да үлкен цех. Оған да тағы да біршама жұмысшы қызметкерлер алынады. Жаңа цехтың іске қосылуы Арал тұз зауытына 2017 жылға дейін өндірістік қуатын жылына 450 мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен бірге еңбек өнімділігі де артады. Бұл өз кезегінде өнімнің экспорттық нарықтар ауқымындағы бәсекеге қабілеттілігін ұлғайтуға ықпал етеді. Еуразиялық экономикалық одақтағы бүгінгі тұз тұтыну нарығының көлемі 1,300,000 тонна деп бағаланып отыр. Қазақстандық тұз өндірушілер өз өнімін экспорттау көлемі 55%-дан 60%-ға дейін көтере алады. Олег Болдырев, Дидар Исаев, Арал, Алматы, арнайы Single Market үшін. Бүгінгі айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған Павел Коктыш. Бағдарламамыздың барлық сандарын www.kazakh-tv.kz сайтынан көре аласыздар. Шекарасыз Single Market ортақ аймағында жүздескенше.